Алақанның бүгінгі кейіпкері Луна, ай нұрына шомылған күшік. Түсірілім тобына бұлар кімдер екен деген қорқыныш осы жарақатқа душар еткен қайғылы жағдай естеліктермен араласып, оны қозғалтпай жатыр. Астаналық ветклиникада өлім аузынан қалған күшіктің қазіргі жағдайын сұрап білдік. Пациент поступил в крайне тяжелом состоянии. Науқас бізге өте ауыр халде келіп түсті. Алдыңғы екі аяғына қатты зақым келген. Тіршілік көрсеткіштері төмен болды. Жағдайының қалыпқа келуін 2-3 күн күттік. Одан соң оң жақ алдыңғы аяғына ампутациялау бойынша шешім қабылдадық. Анестезияны жақсы көтерді. 4 күннен кейін беті бері қарай бастады. Қазір көріп тұрғандарыңыздай сол жақ аяғындағы ірің мен ісік қайтқан. Оң жағында да жақсарды. Осы жарақаттары күніне 2 рет өңделіп антибиотикалық терапиядан өтеді. Мінезі де жайлы. Онысын ем-дом барысындағы ауырсыну кезінде агрессия танытпауынан байқауға болады. Ал бұндай ауыр жағдайға не себеп болғанын оны тауып алған волонтер Ақзер Кенжеғұлов айтып берді. Мен сол күні приютқа бара жатыр едім. Приютқа жануарлардың азығын апару үшін. Сол жолды шатастырып алып, басқа жолмен кетіп қалыппын. Сонда келе жатсам, күшік жатыр жерде. Жан-жағы бәрі қанға боялып кеткен. Өзі алдыңғы 2 лапасы, аяғы бытырап кеткен, сүйектері сыртқа шығып. Бірақ қатты ауырсынып, жерде шыргөбелек айналып өтті. Сол тірі жан ғой бұлда. Ақзер жолдан жаңылыспағанда Лунаның аман қалуы неғайбыл еді. Сол сәтте оның қасынан көлігі бар кісі табыла кетіп, байқұсты сырт киімге орап, жақын жердегі ветклиникаға алып барады. Содан бері күшікті Ақзер бақылап жүр. Өзгеріс байқады ма екен, сұрап көрдік. Әрине үлкен прогресс бар, себебі ең алғаш әкелгенде біз ойлағанбыз, бұл күшік негізі кетіп қалуы мүмкін болды. Содан кейін енді 1-2 күннен кейін операция өткізілгеннен кейін келіп көргенде бұл мүлде басқа жануар болды. Қан жоса болған жануарды көргенде күдік күмән Ақзердің де көкейінде болыпты. Енді система қойып атқан кезде өзім ойладым, Лунаны мүмкін ұйықтатса дұрыс бола ма деп, себебі жаңағы картинаны көрген кезде мен 3 күн ұйықтай алған жоқпын, себебі бүкіл сүйектері бәрі сыртқа шығып қанталап атты. Бірақ система қойғаннан кейін артынан сипап тұрдым. Сосын бір кезде мені врач шақырды, бір документ қол қою үшін. Сосын Лунаны тастап кетіп едім, жан-жағына қарап, мені іздеп қынсылай бастады. Сосын қасына келіп сипай бастап едім, қайттан успокоилась. Сосын ойладым, жоқ, бұл бәрін түсініп тұр ғой, бұны құтқару керек деп. Біз араға 10 күн салып келгенде Лунаны 3 аяқпен де шауып жүргенін көрдік. Оның саулығына сол жақта емделіп жатқан ала мысықта таңырқай қарап отыр. Ал күшіктің оған қарар мұршасы жоқ. Алина дәрігердің қолынан тәтті жеп әлек. Қазір жануардың жағдайы өте жақсы. Жүгіріп секіруге қауқарлы, өміріне қауіп төніп тұрған жоқ. Бит, кене секілді паразиттерге қарсы екпесі салынды. Они уже все восстановлены. Ем-домы соңына таяғанда Лунаның паспортының да дайын болғанын білдік. Басқа бір 2 аяқтыдан жәбір көрсе де, бізде шатырқап тұрған жоқ. Керісінше, адамдарға деген махаббаты мен ризашылығы арта түскендей. Ай нұрына ғана емес, адам мейіріміне бөлінер Луна болсын. Ал біздің алақаннан жылу кетпесін.